күндеріңіз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей Арқалық қаласы Жасұлан балалар мен жасөспірімдер орталығы қалалық кеңес штабы жетекшісі Ақбота Меңдешқызы. Бүгін біздер мамандық таңдау және дипломның адам өмірінде алатын маңызы қандай? Өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей мына дипломдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Ендеше кетті. Біздің тақырыбымызға сәйкес келетін ел арасында кеңінен таралған мәтелдердің бірі адам өмірінде екі нәрседен қателеспеу керек. Бірі жар таңдау, екіншісі мамандық таңдау. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз ең маңызды тақырыптардан бірі деп ойлаймын. Себебі біз 10-11 сыныпқа келген кезде ғана кім боламын, қандай мамандық таңдаймын, және ол мамандықтың бізге берер пайдасы қандай деп ойлана бастаймыз. Қазіргі менің айтатын кеңестерім сіздерге болашақ мамандық таңдауға өзіндік септігін тигізеді деп ойлаймын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Мамандық бұл жай таңдай салатын, немесе осыны оқи салайын, кейін көре жатам ғой деген сияқты өмірді бір бітпейтін шексіз мүмкіндік сияқты елестетесіздер. Алайда бұл олай. Мамандық таңдаған кезде сіз ең алдымен өз жүрегіңізді тыңдап, ішкі жан дүниеңізге үңіліп, қолыңыздан келетін істі таңдағаныңыз дұрыс. Сіз ол мамандықпен өмір бойы жұмыс жасайсыз. Сол мамандық арқылы табыс табасыз, және сол мамандық арқылы өсіп өркендейсіз. Ол мамандық арқылы сіз өзіңіздің өмірлік жолыңызды табасыз. Дәл мамандық таңдайын деп жатырған уақытта осы пән оңай, оқуға жеңіл, грантқа түссем болды, ата-анамның таңдауы сол, немесе дүркіреп тұрған оқу орнында оқысам болды деп өзіңіз қаламаған мамандықта оқуыңыз мүмкін. Құрметті менің шәкірттерім, негізінен мамандық таңдаған кезде өзіңіздің ішкі жан дүниеңіз, жан қалауыңыз бен қабілетіңізге сүйенгеніңіз дұрыс. Себебі Гарвард университетінің кіреберісінде біз сіздің табиғатыңызда жоқ нәрсені бере алмаймыз деп жазылған екен. Яғни бұдан өздеріңіз түсініп отырғандай, бойыңызда, қаныңызда, қабілетіңізде жоқ нәрсені не мектеп, не оқу орны, не ұстазда бере алмайды. Енді осы мамандыққа байланысты өмірден мысал келтірсек. Мәселен, өздеріңіздің таныстарыңыздың немесе тума-туыстарыңыздың арасында бір басында 4-5 дипломы бар. Алайда ол мамандық бойынша жұмыс істемейді. Неге? Себебі ол мамандыққа жүрек қалауы бойынша түспеген. Өйткені бұл мамандықтың барлығы ешқандай нәтиже бермейді, табыс көзін көрсетпейді. Бұның барлығы басында мамандықты дұрыс таңдамағандықтан. Енді құрметті шәкірттер, сіздерге тапсырма. Ең алдымен өз бойыңыздағы қабілетіңізді зерттеп анықтаңыз. Екіншіден, сол қабілетіңізді дамытыңыз. Ал үшіншіден, сол қабілетіңізге сәйкес келетін мамандықты таңдаңыз. Құрметті шәкірттер, бүгінгі менің сіздерге берген ақыл кеңестерім сіздердің болашақ мамандық таңдауда өз кәделеріңізге жарайды деген сенімдемін. Өздеріңіздің мамандықтарыңызды таңдауда, өмір жолдарыңызды таңдауда жолдарыңыз айқын, ашық болсын. Мен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.